Құрметті достар, бүгін Атырау өңірінде алғаш рет ақын драматург Иранғаевтың 70 жылдық мерейтойына орай республикалық театрлар фестивалі өтуде. Бұл фестивальге еліміздің түкпір-түкпірінен келген театрлар қатысуда. Ал бүгін бұл фестивальдің шымылдығын алғаш болып, Махамбет Өтемісұлы атындағы қазақ драма театрының әртістері Мұрат Ахмановтың Сүйенбай атты қойылымымен ашты. Омырауымды оқ тескен, оғыздың шеті жас едім. Бұлан бір санда бұр едім, кеудеме намыс қайнатқан. Астыма мінген сүйріктен, желкесін желге шайнатқан. Алдымдағы дұшпанға ақ жебе болып атылдым. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Мен қазақ деген баһадүр, мен қазақ деген батырмын. Бабалардан көзі жүрегімнің сөзі шалғызымның өзі Қазақстан айда шалған көлім жазиралым жерім. Осы Сүйенбайды қойып атқан дүниесі Сүйенбай атамыздың тарихи тұлға, қазақтың бірлігі мен тәуелсіздігін ойлаған. Соны көрерменге сценарий жазған кезде драматургиясында жай көрерменге түсінікті жететін тілмен түсіндіріп, екі елдің қарама-қайшылығын жойдырып, аяқ жағында финалында екі ел ағайын туыс болып татуласып шығарған дүниесін көрсетті. Әңгіме басында басы қатты, аяғы тәтті болады деп, басында текетірестік болды, бірін-біріне шапқыншылық болды, бірақ аяғы тату тәтті, екеуі екі мемлекет болғанын бір спектакльдің ішіне ағамыз көрсетіп шығарды. Мен қазақ деген данышпан, мен қазақ деген кемеңгер, мен қазақ деген данышпан. Бабалардан көзі жүрегімнің сөзі шалғызымның көзі Қазақстан айда шалған көлім жазиралым жерім жер ояған менің. Иранғаев ағамыздың 70-ке толуына байланысты ұйымдастырылған шара. Тұңғыш шымылдығын Атырау облыстық драма театры ашты. Әрі қарай енді жан-жақтан келген қонақтармен жалғасады деген үміттеміз.